жерде мынау дархан даланың. Сендерсіңдер күйін шертіп айт өлеңін сал әнін. Дүниенің шамалдығын ән сап тұрып ашатын. Мұндай халық жоқ әлемде шуақтан нұр шашатын. Дала санау, дана санау, ошақ көрген, от көрген. Тәй-тәй басса қырдан асса той думан қып өткерген. Бөліп жеген бір үзім нан көжесінде бөлішкен. Қызығында қайғысында ән күйменен бөліскен. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Мақтанатын, марқаятын азаматтар бар талай. Кеңейсінші, көбейсінші тойларыңыз тарқамай. Жан жүрегі мөлдір жанның көрген бәрін досындай. Ақ бұлағы ақтарылған біздің халық осындай. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Ел Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық, елдің өмір болсын. Мынау Рамазан айында қол жайып отырған, осы жерде келіп отырған азаматтардың бәрінде үйлерінде тек қуаныш болып, ниеттердің бәрі қабыл болсын, Алланың. Мынау сәулетші беріп жатқан ауызашар қабыл болсын. Мынау азаматтардың бәрі аман, көңілдері биік, армандары жоғары бола берсін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Rabbim kelimalar olsun, kasıtlı sünnetin sağlığı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, peygamberlerine, sahabelerine, evliyalarına, şahitlerine, dünyada ötken başı mümin Müslümanlara la ilahe illallah Muhammed Resulullah dünyada ötken başı mümin Müslümanlara, dünyada ötken olsa sevgilerin atalarına bakışlar Allah'ın kabirlerinin Kur'an'ı olur, men nurlandır olur, Allah'ın kabirlerinin karanlıklarını olur, Allah'ın kabirlerinin tatılmak yağlar olur. Amal kapillerinin oğlanından beri ocakka yerleri cennet toprağı toka. Canları cennatta olur nasip. Amin. Allahu Ekber. Hayırlı adamlar, ustalarınız kabul, muratlarınız asıl olsun, şerefler resmi topluluğunuz olsun. Önerilen kelini çağırıp Bedeşar resmen başlayalım olmaz. Hayırlı adamlar, assalamu alaikum. Başlayınız Ramandan sıvalayık, töbe törkü olgan, tölege şılkı, dini İslam, özleri Müslüman, хан баласы тік сөйлейтін, би баласы нақ сөйлейтін, қайсарды қасиетті қазақтың ұрпақтары сәуле анамыздың шаңырағындағы бүгінгі Бедешар тойға қош келдіңіздер деп құрамандасып болайық. Бүгін ұстаған оразаларыңыз, қабыл бораттарыңыз асыл болсын. Осы Рамазан айымен тұспа-тұс келіп жатқан, қуаныштарыңыз түсіп жатқан келіндеріңіз құтты болсын. Сәуле апамыз енді келін алып арқа-жарқа болып Атырау мен Алтайдың, Еділ мен Жайықтың арасын жалғап, ағайын туысқанның, ет жақынның басын жиып, үлкеннің батасын, келген туыстың тірегінізін тасақ деп, мінекей дүрлетіп тойласып жатқан жайы бар. Бір жағы ауызашар, енді Бедешар рәсімді бастайық. Олай болса, шапалақтарыңызбен шаңыраққа аяқ басып келіп жатқан ақ келіндеріңізді, Қолпынай келіндеріңізді қос абысымен ортаға шақырайық. Бұрынғы әужар, қазіргі қазақтың жар-жарын бәріміз білеміз ба? Апалар, осы өмірге аллайық, отты жағып, келедәні екі жас топты жарып, қайсы чал деп атқан, ырға тіл келмейтіндер айтпаңыздар. Ал жар-жар әнмен шақырайық келіңдер. Жанның достары келді ма, достары? Қай жақта отыр достары? Осында ма? Жастау бір досы керек, ана жігіт шақырайыншы мен қасыма. Бола ма сен бауыр? Жастау ана кісінің қасына отқан. Қош келдің бұрындым менің, бүгін сенің маңызды күнің білемін. Ақ батасын айлады адам бейнінен, рахмет. Ұлдармен шарықтасын асқағаны, көтеріп жұрт көңілі тастағалы, ағайын жолменен бұрынғының отырмыз бүгінгі Бедешар рәсімді бастағалы ардақтағайындар. Гүлденген әрдайым заман болсын, жазиралы кең байдақ талаң болсын.
жанды үйлендіріп келін түсіріп жатқан Сәуле анамыздың барша туыстары аман болсын деп тілеймін. Ал енді рұқсат болса, айналайын келінжан, қазір енді ел жұртыңа сәлем саласың, ел жұртыңмен танысасың. Кімде-кім табаққа 500 теңге салып атса, қас қабақпен сәлем саласың. Кім 2000 теңге салса, басыңды изеп сәлем сала қой. Кім 5000 теңге салып, үшеуіңіз әдемдеп тұрып сәлем саласыздар. Ой, бала шап деп қиқулап қойсаңыздар, чүдеген сөздің өзі көтерематқа күш береді дейді, бізде шабықталайық ағайындар. Ақсақалды аталар келдіңдер ме, кезінде отар ой баққандар. Ақсамайлы әжелер келдіңдер ме, саморын өшірмей қайнатқандар. Орта буын ағалар келдіңдер ме, мамағашқа мамангер байлағандар. Жаны жайсан жеңгелер келдіңдер ме, іздегенде табылмас айбатжандар. Жандың достары келдіңдер ме, ашуланса аспандаға айдалғандар. Өлім көз қара көздер келдіңдер ме, еріксіз қызыл тілдау байлағандар ай. Вау, мен бүгін бір жақсылықты көріп тұрмын, тойларыңа құтты болсын айтуға келіп тұрмын. Қазақтың әр үйінде той болып жатса, тойларын басқаруға еріктімін. Талай тойда той басқарып жүрген менен, үлкеннің ақбатасын алып жүрмін. Талай тойда той басқарып жүрген менен, шапалағын соқпайтын туысқандай бірінші рет көріп тұрмын ай. Алағайын ағайын, алағайын ағайын, бір келін ай жарайын, бетін ашып келіннің көрімдігін алайын. Бетінді келін ашқаным, жаңай жұртқай қосқаным, жас үлкенді сыйлап жүр, құрмет қалып басқаным. Ал келінжан, сене бермен келіңіз, оң аяқпен еніңіз. Өлі разы болмаса, тіреш қашан байымас, деген ғой қазақ атамдар. Айналайын келінжан, осы өттен өмірден, ерте сөлген жұлдыз ей. Әруақтарға бір сәлем. Өмірден өткен ата-бабаларға сәлем салып тағзым етіп қойыңыздар. Даулыбайұлы Мәуленқұл атасы, Серікбай қызы Өтебике анамызға, Мәуленқұл ұлы Баймұрат ағамыз, Ризабек қызы Қатира ханымға, Мәуленқұл ұлы Арын ағамызға, Мәулен Кәнен қызы Сабира ханымға, Арын ұлы Серік Қанат ағамызға, әжелері жанның марқұм Азат әжесі, Майрам әжесіне сәлем салып тағзым етіп қойыңыздар. Жора бабамызға сәлем салып тағзым етіп қойыңыздар. Анау тұрған атасы, биік таудың жұтасы, келіндідей беретін қабыл болсын батасы. Балаңыздай көрдіңіз, тегін тауып бердіңіз, қызыра салмай үйірден көрімдігін беріңіз. Айналайын келінжан, нағашы ата-апаларға бір сәлем келінжан. Нұрлан атасы бастап келген, Тынысбек атасы, Гүлжан апасы, жанның нағашыларына бір сәлем келінжан. Нұрлан атасы, Тынысбек атасы нағашы, Гүлжан апасы қайда екен. Аталары 5000 10 000 теңге салып жатқанда бір сәлем салып қойыңыздар келінжан.
бул кісі, үйдің өткір жебесі, бір әулетті ұстаған қабырғаның шегесі. Следующий келін, следующий, сейчас вообще не души, енелер вообще молодцы, енелер вообще хороший. Аты оның сәуле ғой, сәуле сенің анаң ғой, олқы сенің панаң ғой. Шай ғой десе Келінжан, 120-мен бара ғой, баласынды таба ғой. Айналайын Келінжан, сәуледей алды енеге бір сәлем саламыз. Сәуле енесіне. Сәуле енесі 5000 салып жатқанда Келінжан тағы бір сәлем. Сәуле намызға шапалақ қошемет қайда? Шектерінің арқалы, әжелердің бартағы, несібесі толсын деп саған өмір тартады. Әже деген асыл жан, құйылға шайын құйып бер, басыңды келін иіп бер, мәртебең сонда биік бер. Айналайын Келінжан, әжелерге бір сәлем, атын атып өтейін, келін сәлем сала бер. Жаны үлкен апасы Гүлжан апасы мен Дина тәтесіне арнайы бір сәлем Келінжан. Гүлжан апасы қайда? Дина тәтесіне бір сәлем Келінжан. Мында тұрған бөлелер талай бөлені көргенбіз, көріндігін беретін бөлелер бергенбіз. Айналайын Келінжан, бөлелерге бір сәлем, атын атып өтейін, келін сәлем сала бер. Асқарған бастаған, Жанболат қошлаған, Гүлбира Төрехан Дәулет есімді бөлелер қауымына бір сәлем Келінжан. Асқар Жанболат бөлелер қайдасыздар? Келіңіздер. Жақсырамды танып қал, көрші деген халық бар. Келіп жатса келіп жан, ұстай ұшып тосып ал. Керек затты Келінжан, көршілерден тауып ал. Айналайын Келінжан, көршілерге бір сәлем, атын атып өтейін, келін сәлем сала бер. Гүлнар тәтем бастаған, Бақыт, Күлән, Дина, Гүлнар, Гүлхабас, Аида есімді көршілер қауымына бір сәлем Келінжан. Көршілер бар ма, көршілер? Ержігіттің бір жұртың, айналайын нағашы, нағашы бар жігіттің, таймайтығын тағасы, асыл сөздің сағасы, алтын күннің жағасы. Нағашы бар жігіттің, таймайтығын тағасы, атын атып өтейін, келін сәлем сала бер. Жанның ардай нағашылары, Нұрлан ағасы бастаған, айттым ғой жаңа? Тынысбек, Қанат, Нұржан, Айман есімді нағашылар қауымына Димашқа бір сәлем. Ағашылар орман деген салынады, тағы бір сәлем келіңдер. Егінне қосылар, ата еніңнің қосылар, келіп жатсаң Келінжан, құстай ұшып тосып ал. Айналайын Келінжан, сәуле анамыздың барша достарына коллективіне бір сәлем. Ербол ағам бастаған Жұмагүл ханым, олан Наташа, Роза, Рита, Матлюба, Галя, Анеля, Рашид песмен деп жазып қойыпты. Нұрсұлу, Махмұд достарына коллективға бір сәлем.
Жанар Айғаның қайын сіңілдеріне бір сәлем. Кімнің атынан? Жанар. Мұрат бастаған Бақытжан бар ма? Жақсылық, Ерік, Естай, Жанболатқа бір сәлем келінжан. Достары! Жанның достары, шапалау ұрматайын. Жүрдің шашу-шашайын, қаумалаған ел жүрдің, баудан біраз басайын. Адамыңды болсын деп, сиыры сүтті болсын деп, киелі қолға, ақ-перделер ашайын. Айналайын келінжан, аттары аталмай қалған жандарға келінжан бір сәлем. Сапар кластасына бір сәлем келінжан. Сая тәтемізге арнайы бір сәлем келінжан. Ай, бәрекелді. Үйлену деген бір әлем, бабадан жеткен бір кәдең. Терлетіп сені алып келген айналайын келінжан. Жандай жан-жарыңа бір сәлем, жанға бір сәлем сақ қойшы. Асырға көңіліңді таппайды ма, туыстары шапалағын соқпайды ма? Жан-жары жанға сәлем салып жатқан кезде жан шығып неғып ортаға ақша салмай қапа? Жоқ қой, жан жоқ басыды. Жанға бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Айналайын келінжан, аттары аталмай қалған жандарға бір сәлем келінжан. Алматы облысы әкімдіктеріне бір сәлем. Алматы қаласының әкіміне бір сәлем келінжан. Апа, кім біледі үй беріп қап жүрер сәлем салып деп. Айдан ардақтағайлар қазақта айтады, келіннің бетін кім ашса, сол келінге өмір бақи ыстық болып көрінеді дейді. Мен қазір енді келіндеріңіздің бетін ашып, келінге ыстық болып көрінбей қойын. Өз келіннің бетін ыстық болсын деп тілекпен, Сәуле анамыз ашса рұқсат па? Сәуле апам ашсын енді өз келіннің бетін. Сәуле басып қаңыздар, күрмем жешек бірінші. Жешек бірінші. Оқтау тұсап тұрған бойдақ шығар деп ойлай ма? Бойдақ па? Бәсе настроениесі күшті болып тұр. Саған жұғысты болсын. Әркімдігін ұстап жүре берме, үйлен әрекет жаса, елді чулатпай. Қазір енді Сәуле асықпаңыз, келіннің бетін ашамыз, маңдайынан сүйіп, таңлайына тіпай деп түкіріп қойыңыз. Ал сіз бір жағынан ұстаңыз, мен домарамен бір жағынан ұстайын. Не деген шапалақ неріпқа тиіп атқан. Ал келінген қағидан. Ал ойында қалмаған ел күшін, естейін десең бағы ел. Сәуле апа, екі шеттігін танымайсыз ба? Сүйсеңізші. Жындары ұстап тұр, өз келін бетін сүйет. Бізді ұмытып кетті деп, естейін десең бағы ертісін. Ал Сәуле апасы келінге оқтауын тапсырып жатыр ғой. Жақсы келіннің қолында оқтауы, тілінде тоқтау болады дейді. Есіміңіз кім? Бибі. Неше жыл болды келін болғаныңызға? 4-ші жыл. 4-ші жыл жан мазы кеттің ғой. Неше жыл болды? 7 ай. 7 ай? Алла қаласа, сендерді болашақта ұлдарың үйленген кезде сол келіннің қолтығына демеп тұратын бүгінгі ақ келін біздің құлпынай келін болсын деп тілейік. Мына 2000 теңгеден 2 келінге берейік, жұмысты болсын. Алла қаласа шаңырақтарында той болсын. 2 келінге берейін енді. Енді жанды ортаға шақырайық, егесін шақырайық. Жан қайда? Бір үйленіп жатқанда шапалақ ұратын достар қайда өзі? Ай, бәрекет тамаша. Жан құсың құтты болсын. Енді әйелің құтты болсын деп айтамайым ғой, енді құсың құтты болсын. Біздің құлпынайды қандай құсқа теңейсің?
қандай құсқа теңейсің? Аққуға теңеймін дейді, бір шап деген бір шапалақ болсын да енді. Аққуға теңеп айналайын келін, жан-жарында қандай құсқа теңейсің? Бүркітке? Ой алла, апа мен қанша той басқардым, аққу мен бүркіттің тойын бірінші рет басқарайын деп жатырмын негізі. Жылда 2 аққудың тойын басқарамын ғой енді. Алла қаласа Сәуле апа, осы Құлпынайдың келініңіз бір әулетке ақыл айтар дана болсын. Өзіңіздің немере шөбереңізге пана болсын. Ақ келіннің бетін жаңа өзіңіз аштыңыз ғой. Алла қаласа бұл келін сіз сияқты бір аяулы ана болсын деп тілейік. Бұйырса 2 бала қол ұстасып мінекей бас қосып жатыр. Шаңырағыңызда енді бұйырса бесік тойыңыз 5 рет болсын. Сүндет тойыңыз Сәуле апа енді 7 рет болсын. Қалғаны сізге 8 рет болсын. Жыл сайын Алматының роддомдары 3 рет болсын деп тілейік. Мен де халықтан түскен қаржыны ешкімде талас болмасын. Ақ келін Құлпынай келіннің қолынан ұстатайын. Екеуінің алғашқы табыстары деп білейік. Дұрыс па апа? Дұрыс қой, сөйтейік. Келін құлатып алмастай ғой. Қолыңмен ұста. Қазақ айтады, ақылды келін ақшаны кімге береді? Жарына береді, күйеуіне береді. Ақылды бала ақшаны кімге береді? Мамаға береді. Яқыбасындар ақшаны мамаға бересіңдер. Мамасы ішінен 2000 теңгені алып, ішінен ең астында жатыр 2000-лықты. Кімге береді? Домбыраға береді. Алла қаласа, домбыраға пістіріп қойыңыз. Қазақтың келі аспабы ғой енді. Алла қаласа, 2 баланың шаңырағы домбыраның шығанағындай мықты болсын деп тілейік. Алла қаласа, домбыраның қос құлағындай қос шегінде 2 бала тату тәтті ажырамай бірге өмір сүрсін деп тілейік. Домбыраның қоңыр үніндей Сәуле апаның шаңырағынан әнмен жыр кетпесін деп тілейік. Домбырада қанша перне болса, Сәуле апа шаңырағыңыз сонша немере шөбере болсын деп тілейік. Ал енді жастар құттықтап қойсақ болады енді. Қазір келіндің шайын ішетін боламыз. Енді ана қуырдағымыз қазір дайын болғанша, осы жерде үлкендеріңіз бір батасын беріп қойсын. Өз аталары қайда? Аталары? Нұрлан атасы мен Тынысбек атасы бар ма? Иә. Өйткені қазақтың қайбір қуанышы, қайбір тойы болмасын, берген баталарыңыз, бүгінгі қуанышты айтатын тілектеріңіз осы қолтасқан жанмен Құлпынай келінің өміріне азық, тіршіліктеріне қазық деп есептейік. Ал алақан жай бір батасын сұрайық. Ал құрметті ағайындар, бүгінгі Құдай қаласа беташарымыз құтты болсын. Ар үйде осындай, ар қазақтың үйінде осындай той болсын Құдай қаласа. Еліміз аман болсын, деніміз сау болсын. Мына 2 жасқа айтатым, Құдайдың өзі қарасы байтөр жолдарың ақ болсын. Үлкен жанұя болыңдар. Өмірде тек қана жақсылық көріңдер. Бәрімізге денсаулық берсін. Әумін атасы қабыл болсын. Кетпеңіз, кеңіз, адам. Иә, тойда ашып бергенің үшін мінеке бір шапан жауып қояқ иығыңызға. Қайтта жауып отыр дейді. Жоқ, ашамыз ғой енді, 2 балаға батаңыз бергеніңіз ғой. Мына шапанның өзін көрінген адамға жаппайды, елдің сүйіктісі ердің иықтына жабады дейді. Шапаныңыз құтты болсын. Басқа жерге келмеңіз. Ата келіңіз енді. Сіз де бір батаңыз беріп қойыңыз. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Мынау шаңырақ құрып атқан 2 жас бақытты өмір сүрсін. Өркендері өссін, үйлері тек балалардың қуанған дауыстары естіле берсін. Мынау Сәуле қарындасының бар уақытта жанында шүбірлеген балалар болсын. Аумин. Әумин, сіздің де ең шапан жауып қояқ. Аталарының берген батасы қабыл болсын, иықта осындай шапан болсын. Аталары 80-ге келген шақта иекте ұзын әппақ сақал болсын. 90-нан асқан шақта Жанмен Құлпынайдың балаларының үйлену тойында батасын беріп тұратын қос атасы аман болсын деп тілейік. Той болмасаң ән болады, жыр болады, көңілді көтермесек кір болады. Қуырдақ қазір дайын болғанша ортаға ашып кішкене билейік. Нұрсұлтан Нұрболат деген білеуге болады шығар, болды екен. Рұқсат па?
Қуырдағымыз дайын болғанша. Ал енді жастар, дайындала беріңіздер. Қазір келіннің шайын ішеміз. Бір ортаға шығып кішкене билесек болады шығар енді. Ақкелдің беті ашылды. Дегенменде қуаныш бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Шаттығында көрсе тойласа, қызықтаса, қуанышқа тоймаса, күйгіндірлік, шекетірлік бітпейді. Ашылда төгіл, шашылда төгіл, той іздемеші қуаныштарыңыз құтты болсын. Құдай қаласа, маса таласа, құдай деп қорылған бейде жеп, біздер боп бүгінгі беташарда тойға келіп қалдық. Алла қаласа, жан мен құлпынай бақытты болсын ба! Біздің жан болашақта Алматының әкімі болсын ба? Сәуле апамның келіні Құлпынай Каспий банктың директоры болсын ба? Сәуле апасы 6 немересін паркта қыдыртып жүрсін ба? Сәуле апамыз сыйлап келген сүт бетіндегі бал қаймағы жақсы адамдардың құрметіне біз тараптан бір тамаша ән болсын. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсе, менше сөйтіп қазақ атам жырлағандай, жақсы адамдардың құрметіне болсын. Жүрекке байлап, асқақ арманым, жасаған елге жақсы амалдарым, жандары жайсаң, жақсы адамдарым, тағдыр жолында танысқандарым, жалған өмірде жарысқандарым, қалжыңда биыл қарысқандарым, қандастарым, ауылдастарым, құрдастарым, дәмін қосқаным, тіршілікте бауыр басқаным, мен сіздерді жақсы көремін. Anашым жаным, ақылшы аға, дарашыңдарым, жаныма жалау, жанашырларым, қандастарым, ауылдастарым, құрдастарым, дәмір қосқаным, тіршілікте бауыр басқаным, жақсы көремін, рахмет.
Енді мынау айтады ғой қазақта, елге қосылса егіз болады, көл-көлге қосылса тегіз болады. Бүгінгі айтқан тілектеріңіз қолсасқан төрдегі екі жастың өсіп өнуіне негіз болады дейді. Баяғыда Бұхар жыраудан сұраған ғой, дүниеден өлмейді деп, сонда айтқан екен дейді. Ағын судың өлгені, 6 ай бойы қыста қатқаны, қарлы жердің өлгені, қарасында жатқаны, Алатаудың өлгені, басын бұлттың жапқаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны. Дүниеде жақсының аты, ғалымның хат өлмейді деген. Сол себепті бір әулеттің көшін бастап келіп жатқан бүгінгі мінекей жандай немеренің қуанышына алғандай жүректегі тамаша тілегін арқалап келіп жатқан нардай жанның нағашыларын ортаға шақырайын. Үш жұрттың ұлысы ұлығы деп бұрынғы айтқан сөздің дұрысы көп. Мен сені ардақтаймын нағашы жан, аяулы анашымның туысы деп бекер айтпаған. Желкілдеген жиенің қуанышына нардай нағашының таудай тілегін арқалап келіп жатқан Нұрлан ағасы, Тынысбек атасы, Гүлжан апайын ортаға шақырайық. Қанат ағамыз, Нұржан ханым, Айман ханым, нардай нағашылар ортаға келсеңіздер. Аттары қалған нардай нағашылар. Айылы ұрпақтарда, екі қолды қалтада, ағын алған нағашы, шалғырайы ортаға. Айда нағашылар, не қайда? Үзілген алмайын, жүзіңнен айналайын, кезілген ел жүрегім, сезімнен айналайын, 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 айналайын көзіңнен де, өзіңнен де, айналайын, көзіңнен де, өзіңнен де, Ал келдер. Кредиті жоқ адамның биі қой шіркін. Ал үлкен емес, нардай нағашы. Мына жерде күйеу баланың нағашылары ма? Жанның нағашы. Жанның нағашы. Так, біз екеуміз жертайып сөйлейік. Жастар сөйлесін. Дұрыс. Өздерің төбелесіп жолдарын не болды? Ал әпше, мынау аяғыңыз ұзарып, келінді болып жатсыз, құтты болсын. Қолыңыз ұзарып жатыр. Аяғы ауыратын болсын, аяғы ұзарып қойдың. Енді өзі жүрмейді де келін жұмсайды. Құда қаласа оқтауды бердіңіз, енді үйдің билігін бәрі келінге беріңіз. Өзіңіз толқы болса інілеріңіздің, ағайындарыңыздың үйіне қыдырмай болсаңыз енді. Сіз өзі, біз сізді жақсы білеміз. Елге еңбегіңіз өтті, Құда қаласа енді зейнетін көріңіз. Ал мынау жас келін мен балаға айтарым, ең бірінші мамаларыңыз сыйлаңдар. Жұмақтың бәрі осы апалардың аяғы астында жатыр. Егер осы кісіні сыйласаңыздар, кейін сіздерден тараған ұрпақтар сізді сыйлайды. Біз енді нағашыларды шын айту керек, Алматыға жан үйленбесе келмей екенбіз ғой. Құдайға шүкір, осы екі жастың арқасында Алматыға келіп жатырмыз. Елдің бәрі армандайтын Алматыны көріп кетіп жатырмыз сендердің арқаларында. Рахмет. Не дейміз, бақытты болыңдар, қалған жеңшемайды. Кеш құрметті қонақтар, бүгінгі сәулелің әрбір ата-ананың арманы ғой, өзі өсіріп, бағып, қағып, мүмкей жан жігітті осындай целый майор осындай күнге жеткізді. Бүгінгі келін құтты болсын алған, тойын құтты болсын, деніне саулық, өсірген барашына рахатын көре бер. Ал жан, бүгінгі құсын құтты болсын, құлпынай келін, ақжаулық болсын. Осы елге келдің, енді осы елге өсесің, өнесің. Жақсылық қызмет етіп, жақсы келін бола бер, бақытты бол. Сәуле, саған көп небере тілеймін, өзі шүкірлі болып, өсіп өніп, достарың келіп отыр, коллективің келіп отыр, жанның достары келіп отыр, мінекей компактный, болғырақтан кәдімгідей әп-әдемі той өтіп жатыр. Өте қуаныштымыз.
осындай той көп болсын. Барлықтарыңызға осындай келін той жұғысты бола берсін. Гүлгер әпәті? Өлелермен сөйлейді. Оны айған сөйлейді. Бөлек сөйлейін бейді. Жалғыз өзіне сөйлейді. Келіңіз құтты болсын. Көршіліктің бәрін жинап, той істеватсыз, тойыңыз берекелі болсын. 2 жас бақытты болсын. Ол келген қонақтар, әпкемді сыйлап келген қонақтардың бәріне үйде жақсылық болсын. Не деймін, осы бәріңіздің отбасыларыңыз осындай жақсылық тілеймін, қуаныш тілеймін, 2 жасқа бақыт тілеймін, үбірлі-шүбірлі болыңдар. Әпкемді сыйлаңдар, бар айтатын. Сен әпкемді сыйласаңдар, мамаларыңды сыйласаңдар. Сендер жұрттарды сыйлайды, өздерің құрдастарын сыйлайды. Не деймін, бақытты болыңдар. Бақытты болсын, тек жақсылық тілейміз. Немере шөбіре сүйеміз, көреміз, қызықтар. Біз келелік, бес тойға өлелік алматыда. Тек жақсылық болсын. Мен тағалсыр болматамыз. Мына қарап тұрмда, негізі біздің әпшем бақытты адам. Дәл осы жиналып отқан кезде 4 облыста адамдарды да. Азғандай адамдар, бірақ 4 облыста бұл әпшеміздің туысқаны бар. Келінжан, сен өзі өнген жерге келгенсің. Сен бұл жерде азғандай делегацияны көріп отырсың, әлі құдалық бар, той бар. Көре бересің, Құдайға шүкір. Сонда бізге келген келіндердің бәрі Азбанка, пенсия слушает еді. Саған да солай тілейміз. Осы апаларың нелер сияқты үлкен ана бола бер. Өзі біздің әулетте мат героинялар көп. Құда қаласа солардың қабырын толтыра бер. Орысша говори. Қазақша айтады. Қазақ қой? Тойға келген қадым, әпкемді сыйлап келген рахмет. Солеш, бүгін көптен күткен келдім енді. Сол ағынан болсын, ұзағынан болсын, 2 жас бақытты болсын. Дейміз. Тек қана жақсы жағынан бола берсін. Бәріқтарыңыздың үйлеріңізде әрқашанда осындай той томалап, әрқашан жүрмесін. Аман болыңыздар бәріқтарыңыз. Ой тамаша. Ақыны сөйлесегір селт етеді, көңілін тыңдағанын тербетеді. 4 облыстан келіп жатқан нардай нағашыға бір шапалақ соқсақ шіркін-ай, егетіктер қойынша. Қазақ айтады ғой, қарпайын деп қайғырма, жас бала бар артында, жантайын деп қайғырма, ағайын туысқаның бар артында дейді. Өмірдегі көлігі жүзіп жүріп өтесің, дүниедегі шөлекен бейнетпен зорға жетесің, алтыннан сарай салсаң да бәрібір тастап кетесің, тірлікте сыйласып өтсең, мұратқа сонда жетесің деп пікір айтпақ. Туысқанның арасындағы, нағашы жиеннің арасындағы туысқандарыңыз еш уақытта ажырамасын деп тілеймін. Тойларыңыз құтты болсын. Тамаша енді, алып отырыңыздар, ішіп отырыңыздар дақтағайындар енді. Қазақ айтады, бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті, балаңды өскенше немерені өлгенше бағасың дейді. Соны өзбек әкелер бейіп аударып апты. Бала өсет кетат, үйде қалған немерең түбіңе жетат деп. Соғысағандай бала сенің тіршілігің тынысың, ал баласыз көрген мұның құрысын, немерең барда жайлап өтеді өмірің, балаң барда мән көрмейсің тірісін деп бекер айтпаған. Ана деген балалардың тірегі, ана деген балалардың жүрегі, ана деген ардақты аяулы, ана деген табиғаттың жүрегі деп бекер айтпаған. Келін алып мінекей қолы ұзарып жатқан Сәуле анамыздың құрметіне бір ән шырқап қояйығы. Сенің де анаң алтын, менің де анаң алтын деген бір ән болсын. Ал кәдеге қымыздан шұбақтан сұсын алып отырыңыздар. Көршілер қайда арасы қосылып отырайын.
Тіршіліктің адаматтан жар болған анесімді бірақ адам сенің анаң алтын менің анам алтын қолпыра бер қарындасым аман болып жалғын ақ жеңгелер әлім сұлу қыздар сәлім аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрің сәуле тәтем алтын көршілері жарқын аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрің жан біздің алтын солқымай келін жарқын екі жасты құттықтап қол соғай қалдым балалар бақытты болсын. Жарқын аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрің көршілері алтын достары оның жарқын аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрің сәуле тәтем алтын сәуле тәтем жарқын анамызды құттықтап қол соғыңдар жалғын ақ жеңгелер әлім сұлу қыздар сәлім аналарды құттықтап қол соғайын аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрің сәуле апай алтын сәуле тәтем жарқын келін құтты болсын деп қол соғыңдар қалғын сенің де анаң алтын менің де анам алтын аналарды құттықтап қол соғайын қалғын. Ой тамаша, рахмет. Сәуле апай, алла қаласа бүгін енді қуанышқа тойға таяқпен келсеңіз, алла денсаулық беріп, келесі бесік тойда таяқты ләптір жіберіп, алла аяқпен келді, алла нәсіп етсін деп бітірейік. Жанның өзі қайда, үйленіп қашып кеткен жоқ па, бәрін жинап. Жан осында ма? Мен айтар едім жанға, сенің анаң қандай керемет жан деп жатырмын ғой енді. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, баласы жақсы адамдар еш уақытта қартаймайды. Сол себепті жан сенің анаң негізі жақсы адам. Жанның өзі қайда? Сенің анаң жақсы адам. Ағайын мен туыстарым мақтаған. Сенің анаң жақсы адам. Жалқауланы үйде жатпаған. Сенің жағың жақсы адам. Ағайын мен туыстарым мақтаған. Сенің жарың жақсы адам. Жарыңыздың бүкіліне мақтанған. Сәуле апай, битпеле, көршілер біздің қайнеген. Сәуле апайсың, сәуле апайсың, қол таппайды осылайда. Тоқтағанда жүрегіңді бас, тоқтағанда жүрегіңді бас. Бір сыр айтпасам, көңіл ашылмас, бір сыр айтпасам, көңіл ашылмас. Жармайды. Ой мамаң үйлен дейді, ой мамаң үйлен дейді, ой мамаң үйлен дейді саған. Ой мама үйлен дейді, ой мама үйлен дейді, ой мама үйлен дейді саған. Шапалақ, екі жасқа махаббат, аю отыр паттада, екі қолды қалт рахмет дейді. Көкпедет бірінші меңзер. Жаңа Сәуле апай құлағыма сыбырлап жатыр. Бүгінгі қуанышқа біз дайындап келген сыйлықтар бар еді, соны таратып шықсаң болады дейді. Мен айтпен әшейін берсек мағынасы болмай қалатын шығар деп жатырмын. Ең бірінші орынға Сәуле апай тігіп жатқан ең бағалы сыйлық бар, ол түйенің жүнінен тоқылған кофта беремін дейді. Екінші орынға жүні қырқылмаған тоқты беремін дейді. Үшінші орынға резиновый лодка беремін дейді. Төртінші орынға iPhone сотка беремін дейді. Бесінші орынға зубная щетка беремін дейді. Енді бұлай болсын, арасында ойнап отырайық. Бұрынғы заманның ескі әндерін еске салып көрейікші. Мен қазір әнді жасырайын, әннің аты керегі жоқ. Сол әндер қай жылдары шықты, қолын көтерген ағайынға мен сыйлық беріп шығайын. Бірінші ән Досмұқасан той жыры қай жылы шықты? Қай жылы шықты мына ән? Кім біледі? 60-шы жылдардан бері қарай ма? Қай жылы апай? 69 келгіш жордаға. Келгіс келгіс.
Қай жылы шыққан екен бұлар? 9 жыл шықты. Дұрыс айтады. Сол жылдары не істедіңіз апа сіз? Мен ол жылдары оқыдым. Мектепте оқып жүрсіз, тамаша. Апа бір сыйлық таңдап ала қойыңыз ішінен. Қалаған бір сыйлықты алыңыз. Енді қараңыз апа. Апа, кетпеңіз. Бір сұрақ қоям, тапсаңыз тағы бір сыйлық аласыз. Сізге сұрақ 90-дағы апада не болмайды? Құрдастары болмайды. Енесі болмайды апа, енесі. Таппадыңыз. Келесі ән сол 69-дан бері қарай шыққан. Мамма Мария деген ән шықты кейін. Қай жылдары? 80-нің қай жылдары? Кім келеді? 86, жоқ. 82, кеңіз. Қай жылдары шықты? Ол жылды не істедіңіз? Апам мектепте оқыдым 69-да дейді. Сіз 82-де? Мен 2-ші жылы оқыдым. Сіз де мектепте оқыдыңыз ба? Тамаша, бір сыйлық ала қойыңыз. Бәрі бірдей ала беріңіз. Сізге де сұрақ қоям. Тапсаңыз ғана тағы сыйлық аласыз. Қазақстанда ең үлкен алма қайда өседі? Алмата форт. Ағашта өседі, ағашта. Таппады. Келесі ән 82-ден бері қарай шықты ғой. It's my life деген ән. Қай жылдары көршілер? 90, 93 кім айтты? Дұрыс емес. Жақын қалдыңыздар. 90, жоқ, 91 емес. 92, кеңіз, ана кісі келсін, арқаға. Қайсы кеңіз. It's my life. Қай жылы? 92. Дұрыс айтады. 92-де шықты. Ол жылдары армияға бардым, қатын алдым. Армиядан келдім. Армиядан келген екен ол 92-ші жылдары. Тамаша. Көрініп тұрады. Бір сыйлық берейін. Сізге де сұрақ қоям. Тапсаңыз ғана сыйлық аласыз. Оңай сұрақ. Үй жануары 2 әріптен тұрады, соңғы әріп Т. Қандай жануар? Ит. Дұрыс емес, ат қой, ат. Таппады. Тапқанда бір сыйлық беретін едім. Келесі ән Кока Чанго деген ән шықты. Қай жылы? 96. Кеміз. Қай жылы шықты? Дұрыс айтады. 96. Не істедіңіз деп сұрамай-ақ қояйын. Болды, қызды болғанша сол жылдары. 96-да шыққан екен. Сізге де бар сыйлық беріп қояйын. Сізге де сұрақ, оңай сұрақ қоям. Тапсаңыз сыйлық аласыз. Үй жануары 2 әріптен тұрады, соңғы әріп Т. Қандай жануар? Дұрыс емес, осы жолы ит. Таппадыңыз. Келесі ән Рuggiero. Бір білетін әнді. 2000 қай жылдары? 2001. Келіңіз. Тамаша, 2001. Ruggiero. Қай жылы шықты? 2001. Тамаша. Бір сыйлық берейін сізге де. Сізге де сұрақ қоям, тапсаңыз сыйлық аласыз. Айнаға кімдер көп қарайды? Адамдар. Қандай адамдар? Айнаға кімдер көп қарайды? Қыздар. Білмейсіз ба? Шопырлар көп қарайды, шопырлар. 3 айнаға қарайды. Таппады. Келесі ән. Достарым менің Золотой, Рахымжан Жақай. Қай жылы шықты? 2010. 2000 қай жылы? Қай жылы? Стоп. 13. Ужас. Жоқ. 19. Кеңіз. Алмағандар алсын, алмағандар. Еркек тыңдаушы. Тек күйеуін жөнді бар. Кім тапты? Жоқ, алмағандар алсын, алмағандар. Бар ма? Кім тапты ма жақта? Кеңіз. 19. Қай жылыға? 19. Сізге де сұрақ қоям аға. Қыста үсейді, жазда ысиды, қысы жазы қышиды. Ол не? Жылдыбыз. Мұрын ғой, мұрын.
Біз азыр қышымайтын жер қалмады үшін. Соңғы ән болсын, соңғы ән сыйлықты береміз. Қай жыл 2020? Сөйлеймін, ешкім құлламай. Қай жылы Сәуле апай білесіз ба? 2020? Тегіз, екі. Тамаша, қай жылы шыққан ән? 2022. Тұрар деген әнші айтады, мен ешкімді әннің аты мен ешкімді сүймеймін деген ән. Сізге де сұрақ қойып жіберейін. Үй жануары 4 тұяғы бар, шөп жейді тығыдық деп шабады. Қандай жануар? Дұрыс емес, ишақ қой, ишақ. Қақпадыңыз. Осы жақсылықты біліп келген, арнайы Алматы қаласына ат басын бұрып келген, киіммен жүрген әдемі көйлекті киіп, қолаң шашты төбесіне түйіп келіп жатқан Сәуле апайдың осындағы алтын бөлелерін ортаға шақырайық. Бөлелер қауым қарсыздар ма? Асқараға бастаған Жанболат мырза, Гүлмира Төрехан, Дәулет және біздің жанның апайлары, үлкен апайлары Гүлжан ханым менен Дина тәтемді бірге шақырайық. Келіңіздер. Бөлелері, Сәуле апайдың бөлелері, жанның апайлары Гүлжан апай мен Дина тәтеміз. Қоштасып бер жанардан жақұт құлау, шоппатты кеп ашынге уақыт бірақ көрінесің көңілді шынында, сенен көрмеймін кел бақыттырақ. Көрінесің көңілді шынында, сенен көрмеймін кел бақыттырақ. Гүлжан апай қайда екен? Келіңіздер. Жанашырымдар сырым тұттылық, қарашығым сенің сұм сәтіңнің аңсадым. Ой, тамаша, рахмет. Алғаш үлкеніміз апай ма? Аса құрметті қонақтар, сәлематсыздар ма? Ауыз оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айына жете білейік. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Алла қаласа, міне Рамазан айының уже 15-6 күні өтті. Бәрімізге денсаулық тілеймін. Міне Сәулешка, жаным Сәулешка, не құтты болсын, қонған құсы құтты болсын, денің сау болсын, өмірлі шүбірлі болсын, ұлымды яға, қызымды қияға қондырып, Алла қаласа менің жасымды берсін саған. Ұзақ өмір тілеймін, ешқандай ауырма, ешқандай неғыма, кейін түсірдім, енді аттай болып шауып кетті жарым. Болды, өшеде мама, апа деп жүреді постоянно. Денсаулық мықты болсын, барлықтарыңызда ұзақ өмір тілеймін. Құрметті қауым, жаңа нағашылармен айтып кеттім, негізі жанның өзге нағашысы боламын, бірақ Сәуленің бөлесі боламын. Сол себепті енді керемет жақсы тілектер айтылып жатыр, сол тілектің бәрі періштеген құлағына шалына берсін. Енді тағы да айтамыз, 2 жас бақытты болсын, мамасын сыйласын бірінші кезекте. Содан кейін әйтеуір әр шаңырақта тек қана жақсылық болсын. Сол. Сау болсын. Сәуле құттықтаймын. Бағдаржаны келін. Құттықтаймын. 2 жас бақытты болсын. Құттықтаймын. Как Гульвира пускай скажет. Да что ты говоришь? Сәулешан, бүгінгі күнің құтты болсын, келін түсірмасын, қолың жарылады. Осы қызымыз аппақтай, сендерге тек қана бақыт алып келсін, шаңырақтарына тек қана жақсылық алып келсін. Жәнетке адал жар болсын, саған адал келін болсын, немерелерің көп болсын. Самое главное, сен денсаулығың мықты болсын, немерелерге қарайтындай. Бақытты болсын, екі балапанымыз. Сәулеке, түсіватқан келініңіз құтты болсын. Мне сподручнее мыслить на русском, мы вас очень сильно любим, Сәулеке, и Жанника, и Жанару. Очень рад за вас. Да, пускай молодые живут долго, и вам долгих лет. Құтты болсын.
Ана барша жиналған қауым, бүгінгі той балтажға құтты болсын. Үйленіп жүрген балдарыңызға осындай той жұлысты болсын, оларда бір келін сүре берсін. Жаңа әдеттердің сәтқан берешарыңыз құтты болсын, жастар бақытты болсын, главный денсаулықтары мықты, өбірлі болсын. 2 жасқа бақыт тілеймін, главный тату тәтті өмір сүріп өтен оларда мықты үлгілі ата-ана атансын. Ой бәрге тамаша. Бастарыңызға бақыт келіп қонай берсін, орталарыңыз жақсы адамдарға тола барсын. Бөлелердің тілегі қабыл болып біздің жанымен келіннің бала-шағасы әкім депутат құрғанда бастық бола берсін деп тілеймін. Енді бөлелер Сәуле апайымыздың тойына не алып келдіңіздер? О, сыйлық қайтып тұрған жоқ, мән жағыма, би жағыма дегенім ғой. Би ма, қалай удобно, с или без музыки? С ма? Билейік, бір бейне қайтайық. Кеттік ал, бөлелердің құрметіне. Көршілер қайда кесеңіздерші? Orada mı gidiyor? Tabii. Sağ yapmayın. Kızlar keyin almaktan çok. Bir arasında. Dostları kayda sağ yapmayın dostları. Görüşler kayda gel görüşler. Mana жерден акс алып қояйық, Гүлгера ханым ғой, бөлесі ғой, қалыңыз қалғаныңыз отырайық. Сізге приз берейін деп барым. Тамаша. Жаңа билеп жатқан кезде деймді, Гүлгера тәтеме бөлесіне қарап тұрып күшті билейді екен. Шашына қарасаңыздар, киген көйлегіне қарасаңыздар, Қазақстанның халық әртісі бір әншіге ұқсайды. Кімге ұқсайды? Шашына қарап айтуға болады, жас кезі. Қазақстанның халық әртісі Нағима дейді ужас. Кімге ұқсайды? Роза
Рымбаеваға ұқсайды. Бүгінгі Беташар тойымызға ән шашын арқалап келіп жатқан Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаеваны қарсы алдарыңызда. Көздеріңе ғашықпын ұшышқан Алдырған жетелеймін Сені ғана бағым деп сенемін Осындай бөлілер қол соқпайсың ба? Қандай алдағын Ашуылдай таңдағын Аялайды арманы Аялайды мен Роза деген өн жоқ қалдыңыз ғой? Роза деген сольный концертін беріп атқан сияқты күшті айттыңыз. Өткенде Сәуле апаймен ақылдасқан айтқан болатын, біздің тойға Қайрат Нұртасты шақырып берсең бола ма дейді, мен уақыты жоқ дейді. Уайымдамаңыз, сіздің тойыңызға халық әртісі Роза Рымбаеваны әкеп беремін деп уәде бергем. Сіздің құрметіңізге. Роза Рымбаеваға шақырып Роза Рымбаева, келсеңші. Роза Рымбаеваға тағы бір сыйлық берейінші. Өнеріңізге риза болдыңыз. Розочка, келсей. Роза Рымбаева, сізге сұрақ, мына үшеуінің қайсысын таңдап аласыз? Бір күштісін алып ма? Қош екеуін ала беріңізші. Роза Рымбаеваға бір шабыла қырып қойыңыздар, да, маша. Біздің қуанышына енді Аллахында жүректегі таудай тілегін арқалап келіп жатқан, мектеп қабырғасында білім нәрін алған, осындағы арнайы алыстан келіп жатқан сыныптасы, класстасы Сапар ағамыз бен Сая тәтем осында бар ма екен? Ал келіңіздерші. Сапар ағамыз бен Сая тәте билеп келсеңіздер. Бір мектепте оқыдыңыздар ма? Ағам ба сіз ба? Сіз оқыдыңыз ба машы? Келіңіздер. Ал Сариша, құтты болсын. Саулық болсын. Молодые, чтобы счастливы, вы богатые. Дорогие гости, родственники, соседи, подруги, коллеги, всех рада вас видеть на таком приятном, счастливом мероприятии. Сауля, поздравляю тебя. В первую очередь поздравляю здоровья крепкого, чтобы было мирное небо над головой, чтобы в семье у вас всегда царил только мир, лад, счастье, любовь. Всем присутствующим желаю мира, добра, крепкого здоровья и, самое главное, мирного неба над головой. Андреге тамаша. Енді жаңа Сәуле апамның класстасы, сыныптасы, осындағы енді Сая тәтем айтып жатыр. Енді бүгінгі Беташарға Сәуле сыныптасының қуанышына әудемейтін қазақ жоқ қой дейді. Бір ән шырқап берсем бола ма дейді Сая апам айтады. Әнінде, сөзінде өзім жазған қазақтың халық әні балалар аққудың жүнін жұлмаңдар деген ән. Сая апай, кейін айтамыз ба, кейін? Тамаша. Сая апамды бір жабыла ұрып қойыңдар. Рахмет енді, осындайда күштан сыйма әндеріңіз болып жатса, ұшып айтып жырла, тілек айтқан Сапар ағама мың рахмет. Орысша айтса, Сая апай сізге огромное спасибо, спасибо деп қойыңызшы. Мен ортаға қазір енді достар қауымын ортаға шақырайыншы. Сая апамыздың достары Ербол аға бастаған Жұмагүл ханым, Ұлан мырза, Наташа, Роза Рита, Матлюба, Галя, Анеля, Рашид, Нұрсұлу, Махмұд, Айгүлге қол соқпағандар маймыл деп жазып қойыпты. Достары! Сәуле апайдың достары қайда? Есімде ме, әсем гүлі өтпеймін, осыңды қаққан, аудың ерке бұлағы. Сәуле апайдың кейін қалғаны бейді сұрайды. Осыңден өткенмін, өз алдымда, сол қалпымда тұрады. Жаным кешке, жаным еске,
керек пе, көксер керек пе? Алла қалар. Сәулет, бәйге жас бақытты болсын. Екеуі шүбірлі болсын, көп немелерді бол. Қарша бақа дейме, немелерді барып, шапқылап жүре бір. Қысқай тойдан той болып жетеміз. Ассалаумағалейкум, қойшы қауым. Міне, Сәулепа, мына балдар бақытты болсын. Міне, ораза айында мінекей ауызаша беріп, арғанда міне келіннің бетін ашып жатсын неге. Кезінде біздер үйленген кезде сол ораза еді. Қазір есіме түсіп жатыр, мен екінші рет уже есіме түсіп. Ораза айында біздер той болды неге. Дім жақсы бақытты болып жүрмісің, так что бақытты болсын балдар, үбірлі-шүбірлі болсын. Самый бақытты болсын. Өзбекçe Sağlıklı, kelin akıllı olsun. En yaman günü şuna razı olsun. Ballarınızı rahatını görün. Ой, наконец-то. Сауля такая у нас счастливая. Я так рада за нее. Микрофон. Пусть ее молодежь, молодая сноха и сын вступает в жизненный светлый путь. Пусть везде им удача, здоровье и тепло человеческое. Пусть маме тоже достанется этого тепла от вас. Пусть греется. Она это заслужила. Здоровья тебе, дорогая подруга. Бүгінгі тойға жиналған қауым, ағаттарыңызға той құтты болсын, бәріңізге жұмысты болсын, келін айналайын бақытты бол, сол папаң мен мамаңның алған тәрбиесін көркем түрде ары қарай да жалғастыра бер. Сәуле мамаңды сыйла, батасын ала бер, батасын алсаң, түбінде басыңа бақ болып қонады дейді. Осы кісіні сыйлап, бақытты болыңыз. Ладно, я на 3 языках скажу, а на 2 на 2. Прикольно говорить. Yaşlar koşkarına koşa kalsın. Savleşin, sen tanrın soğuk olsun, umri uzak olsun. Şu ham olganan Xudo rahmat qilsin, qolgan salomat qilsin. Şu chiroyli ro'zalarni bo'lyapti to'yda, Xudo xolasa. Я вам желаю, молодежь, счастья, любви. Пусть в жизни ждут вас лишь теплые слова, и сердце от боли не заплачет. И пусть кружится голова от радости, любви и от удачи. Qo'sqaymiz, qo'saqaringlar. Саудая, дорогая, поздравляю тебя от всей души. Самое главное этому молодежи, молодым, чтобы они всегда были здоровы, счастливы. Самое главное счастье. Счастье ваш дом. И действительно, правильно тетя Галя сказала, что ты заслуживаешь того, чтобы у твоих детей было счастье, и ты тоже счастлива вместе с ними. Здоровья вам всем. Всего хорошего. Орысша не деп сондай кезде? Орысша. Орысша не деп айтшы? Спасибо, спасибо. Память келесі. Роза, бұл айтпаса кәсек болады қазір. Ал не дейміз, міне Сәуле, бүгін балаларыңның жақсы күнде үйленіп, осындай ораза айында осындай керемет теғіп той жасап жатырсың. Осы келген келінің қадам құтты болсын. Бәрімізге де осы келін шығысты болсын. Балалардың алдында аман болсын, жақсылығы өзіңізге бұйырсын. Осы балаларының қызығын көріп, өзіңе бұйыра берсін. Әрқашан тойға келгеніңізге келсе. Той құтты болсын. Қалдарыңыз қосыламыз ба? Дастархандарыңызда дәм таймасын, жүректеріңіз қартаймасын, жүздеріңіз жарқын таққандарыңыз итальянский алтын болсын деп тілеймін. Ал достарың бір көрсет билеп қайтпаймыз ба? Ал достардың құрметіне. Қалдарыңыз билік достар.
Современный, зарубежный? Можно поставить зарубежный, 80-й. Hani de, toydun görke patarkı, şaydın görke zavarkı deyip dostlarının atынан ba? Алдына достарының атынан не подарок қояды, кіші соны қабыл етесіз. Ой, тамаша. Ал достардан әне билеп қайтыңыздар, апайлар, кеттіңіздер. Итальянский, зарубежный? Давайте зарубежный, жастарский қоясың ба? Ал, кеттік, ал, достарын көрсетті. Ал, зарубежный.
Көршілер қауымы барсыздар ма? Кеңіздер, үш көрші ма? Көшелеріңіз қысқа ғой деймін ме? Кеңіздер, көршілерін ортаға шақырайық, Сәуле апам деген қонағай. Жақсы көрші билеп шығады дейді, жаман көрші бірін сүйреп шығады дейді, апалар. Билеп келіңіздер, көршінің тойы құтты болсын. Ақша өмір бол, ойна біл, өткізі шыңнан келгендер. Ақша өмір бол, Мінекей, бір ауылда көрші қоғам болып, араласып, құрыласып, тырнақтың астын кіріздемейтін, қардың астын гүліздейтін, мінекей, алтын көрші апаларын бір осындай аттарыңыз. Ал, үш апам, алғаш күйеуге тигеніңіз қайсыңыз? Сол сізден бастайық. Ал Сәуле, сен қуанышты көптен күттің енді, бүгінгі сол күнің орындалып отыр енді арманыңа жеттің енді немерелі шөберелі бол. Екі жас бақытты болсын, босағалары берік, шаңырақтары биік болсын. Бағынан бері елдің бәрін айтып отқан періштенің құлағына шалынсын, балалары бақытты болсын. Сәуле келін құтты болсын. Келін алғанда былай арманда еткен ғой, балам адал емес, келінім адал болсын. Келіннің адалынан болсын, осылардың қызығын беретін саған зор денсаулық берсін, денің сау болсын, қызығын көріп әрі қарай немере шөбере сүйіп жүре бер, жан-жағың аман, бауырың көркін болсын, той құтты болсын. Апама тойдан жұғысты болсын сіздер. Сәуле, бүгінгі қуанышы құтты болсын. Балапандары бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын.
Дендері сау болсын, ауырмай ешқашан, жазылып байқаласа. Соны қуанышын болсын. Сол үшін. Тамаша, баяғыда сіздер сияқты көрші келін алыпты Сабыржан деген апамыз. Көршілер сұрап жатыр дейді, әй Сабыржан ал, келін қалай деп. Ой, келін молодец, мықты екен. Қолың ұзарғаны соншалық баяғыда таңғырнанды бетіне шақтайтын едім. Қазір келін молодец, екі тіземіне құшақтап тұрады, төбіне дейін шақтайын деп айтады дейді. Соқсағандай, Алла қаласа адалынан келін болсын депті дейді. Көшелеріңізде той қуаныштарың үзілмесін. Бастарыңыз бақты, күндеріңіз сәтті, түндеріңіз тәтті болсын депті дейді. Әудейтіндеріңіз бар ма? Жоқ па? Балалардың тойында ештеңе жоқ ойымда, азанда тұрып қарасам ойбу шалым жатыр ай қойнында деп баяғыда бір апам. Ал жайғаса қойыңыздар. Көксі айтар ма? Апай келіңіз, көрші апай. Келіңіз. Осындайда бір әудемегенде қайда айтасыздар енді? Ән айтыңыз. Бәсе апамның маңдайынан ота көріп тұрған сияқты міне. Ал көрші апамның әнін тыңдайық достар қауымы. Көрші апаның дайындап келген әні халық әні «О, боже, какой мужчина». Аққайыңдар төгіліп нұр шашады, алаңқайды аққанат гүл басады. Алаңқайды қондырып ақ сәулесін, жас жұбайлар жарасып сырласады. Сендерге әрдайым орындар, ағотау түлеріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар болыңдар. Ой, тамаша. Ағайын намыс қандай, дауыс қандай, әлдесе күмірлеген көрші апамның дауысы қандай. Көрші апа сіздің дауысыңызды естіген сырттағы бойдақ шалдардың есі ауысқандай. Мен айтып кетейін, Американың әншілері көрші апамның қасында какой-то бір сауыс қандай деп қойынша. Ал отырыңыздар, ішіп жеп отырыңыз, асығысы емес шығарсыздар, Сәулем күнде кейін алып атқан жоқ, бір әнші қауатайық ортасында. Ал сіздер білеттерің болсын, ауылға барам деген. Білеттеріңіз қосылып сырқайық. Сәуле апамыздың қуанышында. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегіме деген жерем. Ауылдың суы, ауылдың суы аңсақты, күйбең тірліктің дүрмен шулары шаршатты. Ауылға бірге! Ауылға барам, бәрінен туы сен жақай. Аңқылдайдылар, қарамайдылар жоқай. Ауылым жайлы, достар жайындай жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, барсам елге болмайды. Тынысымда шам, тілеймін елге маңдайды. Ел жақындарым, аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде, азайып қапты солғайды. Ал бәрінен, ауылға барам, бәрінен туы сен жақай. Аңқылдайдылар, қарамайдылар жоқай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам.
Kızla ертең боссыз ба құдалықтан? Күшті билеймін. Тамаша рахмет енді. Hadi azаттамайдар енді. Үлкенде шаршатып алмайық дегенмен келген ағайын туысқанға да жүрек жарды, 90-нан сөзін тобақтай түйіні бар, рахмет тілегін ақтарады енді. Сәуле апам шағырсам рұқсат па? Ешкім қалып қойған жоқ па? Мен енді кімнің жанның достары бар ма жалпы достары? Көп жоқ қой деймін. Тойын айтамыз ба? Айтамыз ба? Келіңіздер. Дос деген тірегің, дос дегенің жүрегің адал болса, достар орындалар арман мақсат тілегің дейді. Жанның өз ойында жүр. Ассалаумағалейкум. О, балалар. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Сәлемше, тойларыңыз құтты болсын. Қол дейді. Осы үйге келген қадамың көріп өтсін. Бұл жерде жанның жүрегі емес па, әпшенің махаббаты болады. Саңғылығын сабылы, шыдамдылы, өрді-өрлетті қалтаға сап қойып, әпшенің қандай емес болса соған шыдау керексің. Сен жеметтіңізсің, жеметтің намысын жемеді әшті. Тем более сарай әшті. Так, тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі күн ертең тарих дейді. Осыны тарихта сыйласып жүрген ештеңе жетпеді. Жақсы ұрыстан жаман тыныштық жақсы дейді ғой. Жаман тыныштықты сыйласып, сіз біздесіп жүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Той құтты болсын. Тойдыршы рахмет достарына. Мұқағали ағамыздың бір сөзі бар ғой, досыңның әрі құлыңмын, сендердей досы болса дейм ұлымның қандай тәтті еді, өздерімен бөлішкен дәмі шырым деп бекер айтпан. Осы достастарыңыз еш уақытта ажырмасын деп тілеймін. Ал Сәуле апай ортаға келсеңіз, сен Сәуле апай асқандықтан болмаса біреудің сөзінен қашқандықтан емес, қуанышты бөлсін көбейттеп, өз шаңырағындағы қуанышын ет жақындармен бөлісіп жатқан жайы бар. Мен аналық жүректегі рахмет тілегін арман қойсын. Туысқандарым, жора жолдастарым, көршілерім, коллектив, барлық достары, осындай қуаныштан неме бірге бөлгендерім рахмет сіздерге. Келгендеріне өте ырзамын. Сендердің үйлеріңде тек қана той, бақыт болсын, бәрі шөберің немерелер болыңдар. Тойларың болса мені ұмытпай шақырыңдар. Той тамаша рахметін. Сәуле апай, Алла қаласа, жанмен құлпынай келіндеріңіз сүтті үйіп тұрсын, жақсылық бола қалса ағайын туысқанның басын жиып тұрсын, бастарына баспана, астыларына бір әппақ жиып болсын. Бүгінгі мінекей елдің тілегі қабыл болып, Сәуле апа шаңыраққа бұйырса немере келіп, сол немереңіз құшақтап бетіңізден сүйіп тұрсын деп тілейік. Жанмен құлпынайдың шаңырағы шайқалмасын, жаманшылықтары байқалмасын. Бүгінгі қуанышқа келген ағайын туысқан дос-жаранның тізімі еш уақытта аяқтың астынан тапталмасын. Сәуле апа бесік тойында аттайын бір списігі болсын, сақтап қойғаныңыз болады. Әлі свет тартылған, дәттағымен қартылған осы тойғана ұжымына рахмет. Бір теске қарап аттай жырап тұрған оператор досым өмірленіп, Русланға бір ұшырет тоқталын. Әлменердің күймесәнде отырған әншіміздарыңыз Ғалия, мен есімім Жандос, әкем аты Телеухан, 1988 жылы Талдықорған Сарызек Жоламан ауылында дүниеге келгенмін. Апа, үйленбеген тамада сұрғойдақпын. Түске дейін есім бар, түстен кейін есім жоқ. Сенбесеңіз, анам отырған әйелімен үйдегі көп балынан сұраңдар. Әлі басымыз бақтасымыз тақты, келер күнге жеткенше, ұлы тойда жолыққанша аман болыңыздар. Енді ас қайыр бата салайық па, білейміз ба? Иә, біраз қайыр қойыңыздар. Ал көке, орыстар айтады, самат көлсам закрой деп. Ғасырыңға береке берсін, бақ берсін, мол берсін. Ағайын туыс, үйлеріңізде тек қуаныш, жақсылық болсын. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын, аумин. Әуін айтқаныңыз келсін. Жанмен құлпынай келіндеріңіз ата көркештей нар болсын, бір-бірлерін адал сүйген жар болсын, қосақтарымен қоса қарып, крутой кепілменен шал болсын деп тілей. Келген ағайын туысқан Сәуле апаның шаңырағына тек той, қуаныш, жақсылық деп қана келіңіздер. Тойда жолыққан жаман болыңыздар енді. Той біткен жоқ. Бір билеп қайтсаңыздар болады. Достар жағы, көршілері, бөлелері.